Брендстаз онлайн курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздердің үйренетін сабақтарыңыз жасанды интеллект бойынша мобильді приложениені қолдану. Бұл жерде сіздер кез келген бейнеге осы приложенияның өзінде дайын жануарлардың бейнесін немесе өзіміздің фотосуреттерімізге аудиозапис, анимация беріп, оларға жандандырып, анимациялар жасау жолын үйренесіздер. Ол үшін Play Marketке My Talking Pet деп ағылшын тілінде жазасыздар. Одан кейін мінекей мына саусақтың іздері тұрған приложенияны установка жасап аламыз. Приложенияны установка жасап алғаннан кейін бізге беті ашылады. Мінекей приложенияның осылай беті ашылады. Разрешить басамыз. Одан кейін мына жерде әртүрлі жануарлардың бейнесі, өздеріңізге қажетті кейіпкердің жануарлар бейнесін алып әртүрлі дыбыс беруге болады. Немесе, мысалы үшін мына плюс батырмасын басып, галереяның ішінен өзімізге қажетті фотоны, алдын ала дайындап қойған фотоны алып, осы бойынша біз осыған, мысалы үшін осы күннің суретіне мен қазір анимация және дыбыс беретін боламын. Енді мінекей осы бет ашылды. Мына жерде қарасаңыздар, мынандай өзінің точкалар бар. Яғни осы жерде бұларда анимация болады деген сөз. Енді қараңыз, көздерде қазір анимация болады. Егер екі точка тұрса, көзі жабылып, ашылып тұрады. Бұл осы жерде тұра береді. Біз енді қазір мынау сөйлейтін ауызды кішкене реттеп аламыз. Бұлай осыны қолмен жылжытсаңыздар, өзі тура мына жерге келеді. Осылар қай жерде тұрса, осы точкалар қай жерде тұрса, сол жер ауыз сияқты қимылдайды. Сол себепті өзінің орнына әкеп қоямыз. Мына жерде өзі көрініп тұрады, қай жер екен. Енді жасап болғаннан кейін мына қызылды басамыз. Міне, уже анимация ойнап тұр. Енді осы жерге біз кез келген дыбысты қойсақ болады. Мына жерде астында өзінің настройкалары тұр. Мына жерде өздеріңіз әртүрлі бейнелер беруге болады. Немесе суретті движение головы деп тұр. Мысалы үшін басы қимылдап тұрады, көзі ашылып жұмылып тұрады деген. Егер де қажет емес болса, мына удалить батырмасын басып, удалить етіп тастасаңыздар болады. Енді микрофонды басып, осы жерден енді қараңыз, мына жерде скорость және тон деп тұр. Тон дауысты жіңішке жасап аласыздар, немесе дауысты кішкене жуан етіп жасауға болады. Оны жұмыс барысында жасап алсаңыздар да болады. Енді записті басамыз. Записті басқаннан кейін қайырлы күн, мен күнмін, қалдарың қалай. Мына жерде воспроизвести басып. Записті басқаннан кейін қайырлы күн, мен күнмін, қалдарың қалай. Осы жерден өзіміз настройка жасап аламыз. Мысалы үшін дауысын жіңішкертсек болады, немесе дауысын жуандатып басқаннан кейін қайырлы күн, мен күнмін. Дауысын немесе жіңішке жасасақ болады. Қайырлы күн, басқаннан кейін қайырлы күн, мен күнмін. Міне осы жерден енді сохранить батырмасын басып, өзімізге жүктеп аламыз. Сохранить батыр, бұл видео сіздің галереяңызға бірден жүктеледі. Мына жерде телеграмға жібересің бе, немесе WhatsAppқа жібересің бе деп өздері келеді. Бұл қажет болса өзіңіз таңдасаңыз болады, қажет емес болса отменаны басасыздар. Енді арғарай, мысалы үшін келесі, егерде осы приложенияның өзінен анимация жасайтын болсаңыздар, удалить батырмасын басып, удалить етіп тастайсыздар да, одан кейін барып, мына жерде өзімізге қажетті жануарларды таңдап алсақ болады. Мысалы үшін мен қазір мына жерде
мына мысықты таңдап көремін. Иә, мына мысықтың басы, көзі қимылдап тұр. Енді осыған біз анимация ретінде дыбыс берсек болады, иә. Сәлем, қалайсың? Бүгін көңіл күйің қалай? Сәлем, қалайсың? Бүгін көңіл күйің қалай? Енді бұны тонын кішкене жіңішке жасасақ болады. сәлем, қалайсың? Бүгін көңіл күйің қалай? Осылай жіңішке немесе жуан етіп настройкасын жасап аласыздар. сәлем, қалайсың? Бүгін көңіл күйің қалай? Одан кейін сохранить батырмасын басып, өзімізге қажетті анимацияны жүктеп аламыз.